Құрылысымыздың стилі, дизайны, формасына байланысты Эверест атауы берілген үйіміздің кезекті этапын түсіруге келдік. Бізбен бірге болыңыздар. Қазір не болып жатыр, қандай этаптар болып жатыр? Құрылыс лабораториясын шақырамыз, котлован қазып жатырмыз. Оның опаловка қойылуы бар, трамбовкасы 1 метр жасайтын болады. Бір 5-6 күнге жоспарлап отырмыз. Осы үйге қатысты болатын болса, соны қамтып, толық түсіндіріп кетуге тырысамыз. Бізде Сәулет Групп компаниясының кез келген құрылысының басында жүретін прораб Рүстем бауырымыз. Рүстем бауырымызбен бірге қазір Рәке осы құрылысқа қатысты қазір не болып жатыр, қандай этаптар болып жатыр, не талқыланып жатыр, кішкене ақпарат беріп жіберіңізші бізге. Ассалаумағалейкум. Бізде объекттегі бірінші хозпостройкамыз қазір сейсмопоясына балдар дайындап жатыр апалықтысын. Одан кейін мына жақта көріп жатсыздар, техника жұмыс істеп жатыр. Бұл жерде үлкен үйге біз котлован қазып жатырмыз. Котлованның размері 23-ке 18 болып жатыр. Біз осьтен 1,5 метр запаспен алып жатырмыз, өйткені послойно уплотнение болған кезінде біздің қатырамыз шетке дейін бару керек. Бізде именно осьте фундамент, подушка түсетін болады. Сол аралықтарды толық таптау үшін біз запаспен аламыз. Және де оның опаловка қойылуы бар. Подвал біткеннен кейін гидроизоляция жұмыстары, одан кейін утепление жұмыстары болады. Сол үшін бізде адамдар еркін жүру үшін де бізде расстояние керек болады. Осы моменттерді ескеріп біз осьтен қашып істеп жатырмыз. Енді уплотнениеге келетін болсақ, біз қазір погрузчикке отметкілердің барлығы берілді. Біз жолға уклон жіберіп, отметкіні бердік. Погрузчигіміз трамбовкасы 1 метр жасайтын болады қатырамен. Ол примерно бір 5-6 күнге жоспарлап отырмыз. Бұйырса 5-6 күннен кейін осы жердің котлован полный трамбовкасымен бірге дайындап қоятын боламыз. Яғни бетонға дайын болады. Участокке қатысты ең бірінші жасалған этаптар топосъемканы толық түсірдік. Жолдың уровенін біздегі мына участоктың аяғы жақтағы уровенде барлығын чтобы көшеге қарай адамның көзіне білінбейтіндей, бірақ уклондың барлығын есептедік. Геологический анализ алынды. Сол геологический анализге байланысты, сол расчетке байланысты шыққан жұмыстар қазір бізде жүріп жатыр. Алдағы уақытта жалпы толық құрылысқа қатысты ақпараттармен де бөлісетін боламыз. Сіздер өздеріңіздің ойларыңызды, құрылысқа қатысты ойларыңызды, өзіңіздің үйіңіздегі шеше алмай кеткен мәселелерді комментарийға жазып кетіңіздер. Біз барынша осы үйге қатысты болатын болса, соны қамтып, толық түсіндіріп кетуге тырысамыз алдағы уақытта. Бізде өздеріңізге алдын айтқан, бірінші құрылысы басталған төрде участогымыздың төрінде орналасқан хоз блогымыз жайлы ақпаратты барынша толықтырып өтсек, мынау ашық тұрған территория бұл бізде барбекю, яғни бастырма деп жатады бізде оңтүстікте. Қазан ошағы орналасатын бөлік. Мына жерде бізде навесіміздің алдындағы тұрған речный формаларды қайталайтын металлический қосымша декорация жүретін болады. Оны алдағы уақытта сіздермен бөлісеміз. Тура осы бөлікте қазан ошағы орналасады. Мынау есікті көріп тұрсаңыздар, бұл бізде техпомещение, яғни ертең свет өшіп қалған жағдайда дизельный генераторымыз, қосымша котелымыз осы бөлмеде орналасатын болады. Одан кейінгі бөлме бізде жобалау барысында нақтылап кеткен бөлмеміз. Ол мастерской тапсырыс берушінің талабы бойынша өзінің кішкене қызығатын дүниелері бар. Үйде немерелеріне деген сияқты бір жасап беретін сваркаға қатысты жұмыстар болғандықтан осы жерде өзінің мастерской, яғни ұстаханамызды қалдырдық. Одан кейінгі бөлме біздегі кішігірім кладовка. Себебі бізде далада гараж жоқ. Гараж болмағандықтан бізде литний баллон, зимний баллон, газонокосилка деген сияқты дүниелер тұратын бір кладовка бар. Одан оның ең шеткі арғы бөлігінде орналасқан даланың әжетханасы. Яғни өздеріңіз байқасаңыздар, біз участоктың ең шеткі оң жақ бөлігіне даланың әжетханасын қазан ошаққа қатыстында сол жақ бетке екеуін барынша бірін-бірінен ара қашықтығын алыстатқызып орналастырдық. Рәке, төбесіктің жабылмауы не үшін бізде қазір құрылыстың бұл этапында тоқтап тұрмыз біз? Біз мына жерге қарайтын болсаңыздар, әлі үстіңгі жағы жабылған жоқ. Яғни бұл жерге кететін бізге ағаштардың барлығын біз үйіміздің құрылысына өткенде айтып өттік. Опаловкалерге қолданамыз. Бізде ленчный фундаментіміз бар, подушкамыз бар, одан кейін сейсмопояс, пояс авиацкий, перемичка, колонна, ригель деген сияқты сол дүниелердің барлығына бізге опаловка керек болады. Сол үшін біз қазір бұның төбесін жабатын болсақ, біз жаңадан тағы да ағаш алуымыз керек болады. Біз осыны максимальный қолданып, одан кейін
бізде қалған ағашпен яғни ішін жабатын боламыз. Оны өткенде көрсетіп кеттік, или алдағы уақытта көрсетеміз. Майлап, отработка жасап, ағашқа қатты зиян тигізбейтіндей етіп біз қолданып жатырмыз. Ол жаңағыдай қосымша шығынның шығуын алдын алады. И одан кейін біздегі мынау хозблокты не үшін жоғарғы бөлікке төрге орналастырдық? Себебі тапсырыс беруші участок сатып алған кезде, мына жаққа қарап түсіретін болсаңыздар, міне участок сатып алған кезде көршінің арғы беттегі көршінің уже құрылысы осылай границаға тақап орналасқан. Негізі норматив бойынша бұндай хозблоктар 1 метр границадан өтіп болады. Нотариально көршіден ешқандай қарсылығым жоқ деген, претензия не имею деген қағаз болатын болса, осылай орналастырып, көршіге ешқандай зиян тимейтіндей, мына көрші өзінің скатын жабынын өзіне қарай жіберсе, қардың жаңбырдың суы біздікі өзімізге қарай шығады. Сол себепті біз енді бірінші бізде қазақта көршіге қатты көңіл бөледі, татулыққа, басқасына. Сол себепті уже тұрған дүниені басынан талқыламас үшін біз импровизация, яғни осы көршінің құрылысының, яғни хозблогының орналасуына байланысты өзіміздің хозблокты тақап орналастырып, скатты осылай өзімізге қарай жіберу дұрыс шешім болып табылды. Біз котлованды толық жасап біткеннен кейін бізде котлован проекті 1 метр берілген. Яғни біз послойный уплотнение жасап, котлован толық біткеннен кейін міндетті түрде құрылыс лабораториясын шақырамыз. Осы жерде полный котлован тексеріп, одан кейін құрылысты бастайтын боламыз. Яғни зертхананың лабораторияның заключениесінен кейін. Осының бәрімен сіздермен бірге бөлісетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, өйткені алдағы уақытта өте үлкен, өте қызықты контент болайын деп тұр, Алла қаласа. Бізде құрылыс өзінің жалғасын табуда, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қызықтың бәрі алда. Сіздермен бірге болған мен, Нұрдәулет Алтен.